Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды тіске басар, яғни закуска рецептісімен бөлісемін. Басқаша сэндвич немесе бургер деуге болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен тапамызға жылы су, жылы сүт, үстіне бір жұмыртқа жарамыз. Одан соң үстіне 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Және бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Шым тұз бен дрожжімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз. Ұнды осылай аз-аздан салып тұрамыз. Ұнның сапасына қарай әртүрлі ұн мөлшері кетуі мүмкін. Әрі қарай қолдың көмегімен қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болғанға шейін илейміз. Қамыр осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығу керек. Қамырдың бетін жауып, 1 сағат немесе 1 сағат жарымға жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді, осылай 2 есе ұлғаю қажет. Содан соң қамырымызды тақтайшамыздың үстіне көшіреміз. Қолдың көмегімен 1-2 рет илеп жіберіп, қамырымызды тең бөлек 2-ге бөлеміз. Бір бөлігін сопақшалап жайып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлікті жұқалап, круг тәріздес етіп жаямыз. Үстіне сұйық майымызды жағып, видеода көрсетілгендей етіп, бүктеп шығамыз. Осылай қалған бөліктерді де жасап шығамыз. Соң бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минут өткен соң 2 есе ұлғаю қажет. Үстіне кесішкінің көмегімен жұмыртқа жағып шығамыз. 90 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сэндвичтеріміз дайын. Көріп тұрғандарыңызда еш қиыны жоқ, жасалу жолы өте оңай. Балаларға мектепке салып жүруге өте жеңіл тамақ. Видеода көрсетілгендей етіп осылай қалташаларын ашамыз. Әр қалташаларға соусын жағып шығамыз. Мен соусқа кетчуп пен майонезді араластырдым. Одан соң орталарына өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі начинкаларын салуыңызға болады. Мен ішіне қияр, қызанақ және пекин капустасын салдым. Міне осымен біздің сэндвич немесе бутербродтарымыз дайын. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Сізге де жасауға кеңес беремін. Келесі видеолар жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.